Сәлем достар, бүгін біз бүйрек және нефронның қызметі туралы айтатын боламыз. Бүйрек бұл жүп мүше. Іш қуысының артқы қабырғасында, бел аймағында, 12-ші кеуде, 1-2 бел омыртқасының аралығында, омыртқа жотасының екі жағында, іш перденің сыртында орналасқан. Екі бүйректің жоғарғы ұштары төмендегілерге қарағанда бір-біріне жақын тұрады. Қалыпты жағдайда оң жақтағы бүйрек сол жақтағы бүйректен төмендірек болады. Бүйректің пішіні бұршаққа ұқсайды. Ол қызыл күрең түсті. Жоғарғы және төменгі полюсі медиал, латералды шеті, алдыңғы және артқы беті бар. Латералды шеті дөңес, медиалды шеті ойық болып келеді. Медиал шетінде бүйректің қақпасы орналасқан. Ол арқылы бүйректің артерия, вена, қан, лимфа тамырлары және несеп ағар өтеді. Бүйректің артқы беті көкекке, іштің шашар, көлденең бұлшық еттеріне қараған. Осы жерде бүйрек үшін шұңқыр пайда болады. Бүйректің жоғарысында бүйрек үсті бездер орналасқан. Бүйректің сыртқы фиброзды қапшықпен қапталған. Қалыпты жағдайда тығыз және тегіс жылтырақ. Оның сыртында майлы қапшық бар. Егер бүйректі ұзыннан кесетін болсақ, медиал шетіндегі бүйрек қуысын, үлкен кіші тостағаншаларын және бүйрек түбірінің бір бөлігін көреміз. Қуысының жан жағын бүйректің заты қоршап тұрады. Бүйрек заты сыртқы қыртысы ішкі милы қабаттан тұрады. Милы қабатында бүйрек пирамидаларының орта есеппен 80% орналасқан. Пирамиданың негізгі бүйректің дөңес шетіне, ал ұшы қуысты бағытталған. 2-3 пирамиданың ұшы бірігіп, бүйрек бүртігі пайда болады. Әрбір бүйректегі олардың саны 10-12. Әрбір бүйректе көптеген ұсақ тесіктер бар. Олар арқылы зәр кіші тостағаншаларға құйылады. Ішкі жағында бүйрек қақпасы болады. Ол арқылы артерия қан тамыры еніп, вена қан тамыры мен несеп ағар шығады. Бүйректің жоғарғы жағында эндокринді бездер қатарына жататын бүйрек үсті бездер орналасқан. Бүйректер басқа органдарға қарағанда құрсақ қабырғасына жақсы бекіген. Олардың өз орнына дұрыс орналасуына себепші біріншіден іш қуысының қысымы болса, екіншіден май капсуласы, үшіншіден құрсақ байламдары мен бүйрекке енетін қан тамырлары. Егер осы айтқан аппараттар болсаса, бүйрек өз салмағынан төмен түседі де қан тамырлары мен нервтерден тартып, адамды ауру жағдайға жеткізеді. Бүйрек ыдырау процесі пайда болған керексіз заттарды организмнен шығарып, қанды тұрақты жағдайда келтіріп тұрады. Сыртқы қабаты қалыңдығы 0,17-0,4 см. Түсі қоңыр қызыл. Бүйрек денешелері мен бастапқы шеткі нефрон түтікшелерінен тұрады. Бүйректің қыртысы қабатына бірігіп, бүйрек бағандары пайда болады. Бүйректің милы қабаты. Милы қабаттың ұзына, бойына кесінді үшбұрышты бөліктер мен олардың арасындағы бүйрек бағандарынан тұрады. Милы қабаттың үшбұрышты бөліктері пирамидалары деп аталады. Бүйрек пирамидаларының 80% милы қабатта орналасқан. Олардың саны 10-15. Әрбір пирамиданың негізгі ұшы бар. Пирамиданың негізгі бүйректің дөңес шетіне, ал ұшы бүйрек қуысына қараған. Пирамиданың ұшында емізікке ұқсаған бүртік болады. Әрбір бүртікте көптеген ұсақ тесіктер бар. Бүйректің артериясы. Іш қолқасынан бірінші бел омыртқасының тұсында басталып, тармақталып, бүйрек қақпасына кіреді. Бүйректің венасы. Бүйректен қанды алып шығады. Бүйректің қақпақшасы. Бүйректің медиалды шетінде бүйрек қақпасы бар. Қақпа арқылы бүйрек артериясы кіреді. Вена, лимфа тамырлары, несеп ағар шығады. Атқаратын қызметі. Зәр пайда болады және сыртқа шығады.
қан қысымының тұрақтылығын сақтайтын фермент ренинін бөледі. Бүйректің құрылысының бірлігі нефрондар. Әрбір бүйректе 1 миллион шамасында нефрондар болады. Олардың шумелянский буы мен денешелерінен бастапқы ирек геннің шеткі және жинаушы түтікшелерден тұрады. Нефрон шумелянский буы мен денешелерінен басталады. Денешенің 2 қабат қабырғасы бар. Бір қабаты куб тәріздес кілегеймен қапталған. Бүйрек артериясының өте жіңішке тармақтары денешенің ішінде өтіп капилляр шумағын құрайды. Кейін артерия қан тамыры болып денешеден шығып нефронның түтікшелерін торлап вена жүйесіне қосылады. Шумелянский буы мен денешесіне кірген артерия қан тамырларынан шыққан артерия тамыры жіңішке болғандықтан денешенің ішіндегі капилляр шумағындағы қысым денешенің қуысынан әлдеқайда жоғары болады. Сонымен бүйректе 2 рет артериолалардың торы пайда болады. Біріншісі шумелянский буы мен денешесіндегі капиллярлар шумағында, екіншісі нефронның түтікшелерінің капилляр шумағы. Денедегі барлық қан бүйректен 5 минут ішінде өтеді. Тәулігіне бүйректен 150-180 литр қан ағып өтеді. Бүйректе зәрдің пайда болуы 2 сатыдан тұрады. Біріншісі капилляр шумақтарындағы сүзілу, екіншісі түтіктердегі қайта сорылу. Капилляр шумақтарындағы сүзілу қан капилляр шумақтарынан өткенде оның плазмасы ерітінділермен бірге сүзіліп денешенің қабырғасына өтеді. Қанның плазмасының капилляр шумағынан сүзіліп денешенің қуысына өтуінен бірінші зәр пайда болады. Бір тәулікте 150-180 литр алғашқы зәр пайда болады. Алғашқы зәрдің құрамында зәр қышқылдарынан басқа тіршілік үшін қажетті амин қышқылдары, глюкоза, витаминдер, минералды тұздар болады. Қысқаша айтқанда, алғашқы зәрдің қан плазмасынан өзгешелігі оның құрамындағы тек альбумин, глобулин сияқты әрі дисперсиялы ақуыздар болмайды. Түтікшелерде алғашқы зәрдің құрамындағы глюкоза, витаминдер, тұздар, су қайтадан қанға оралады. Бұл құбылыс реабсорбция деп аталады. Сонымен тәулігіне 1,5-2,5 литр соңғы зәр пайда болады. Оның құрамы 95% су, 5% қатты заттардан тұрады. Қатты заттардың құрамында негізіне зәр қышқылынан мочевина мен креатин бар. Соңғы зәрде натрий, карий, тұздар өте аз мөлшерде болады. Егер түсінбеген жерлерің болса, комментарияға жазып сұрауларыңа болады. Мен міндетті түрде жауап жазатын боламын. Видео пайдалы болса, арнаға жазылып, видеоны достармен бөлісуді ұмытпа.